Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді сникерс бәлішін әзірлейміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаны миксерлейміз. Қантты қосып, массамыз ағарғанша және қанты ерігенше миксерлейміз. Үй температурасында жібіп тұрған сары майды қосамыз. Қопсытқышпен ас содасын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Какаоны қосамыз. Осы массаға ұнды енгіземіз. Енді осы қамырымызды басқа ыдысқа немесе дастарханға түсіріп, жақсылап бір келкі болғанша елейміз. Формамызды сары маймен майлаймыз. Қамырымыздың жартысынан көптеу бөлігін алып, формаға бір келкі етіп жаямыз. Және бортигін шығарамыз. Қойылтылған сүтке арахисымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Салмамызды қамырға түсіріп, тегістеп жағамыз. Қамырдың қалған екінші бөлігін қолмен майдалап үгітеміз де бәлішіміздің бетіне себеміз. 150 градусқа ысып тұрған духовкамызға бәлішімізді 35 минут пісіреміз. Бәліштің бетін өз қалауымызша әрлейміз. Мен бәліштің бетіне ертілген шоколадты жақтым. Жан-жағына миндаль слайсын сеуіп, жеміс жидекпен әрледім. Достар, бізде осындай өте дәмді сникерс бәліші шықты. Осындай бәлішті үйде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен бірге болған Эрика. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.